Сәлем достар, видео басталмастан алдын каналымызға жазылып, лайктарыңызды басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, осы видеода ерекше болып туылған үй жануарларын сіздерге көрсететін боламыз. Роуди, оның жасы 5-те. Бұл ерекше ит қазіргі таңда Америка құрама штаттары, Калифорния қаласында. Бұл ерекше иттің басқалардан айырмашылығы оның екі көзінің айналасындағы ақ тақтары. Адамдар Роудиді қандай бояғыштармен бояғанын сұрап жатады. Алайда бұл мүлдем бояғыш емес. Роуди панзу атты аурумен ауырады. Панзу терілік ауру. Ол жануарлар мен адамдарда кездеседі. Денсаулыққа мүлдем зияны жоқ. Роуди өте ақ көңіл ит. Оның инстаграмда 1 миллионға жуық оқырмандары бар. Егесі Роудиді көршілерінен алған болатын. Ол кезде Роудиде бұндай ауру байқалмаған еді. 3 айдан кейін оның ауруының белгілері біліне бастады. Бұл ерекше басты мысықтың аты Венера. Қазіргі таңда оның жасы 3-те. Басқа мысықтар сияқты ойнағанды, жүгіргенді жақсы көреді. Бірақ басқа мысықтардан ерекшелігі басының бір жағы қара, ал екінші жағы өзінің түсіндей сары. Дәрігерлердің айтуы бойынша бұл мысықта ешқандай терілік аурулар байқалмаған және денсаулығында еш кемшілік жоқ. Венера қазіргі таңда Инстаграм жұлдызы. Оның парақшасында 2 миллионға жуық адам, яғни оқырмандары бар. Бұл ерекше иттің аты Нат. Оның жасы небәрі 2-де. Қазіргі таңда Австралия мемлекетінде өмір сүріп жатыр. Бұл ерекше итті адамдардың көпшілігі сақалды ит деп атап кеткен. Мұрнының жанындағы түктері болмағанда басқа иттерден мүлдем айырмашылығы жоқ. Видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып арнаға жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше.